Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін біздің тақырыбымыз жатыр мойнының эрозиясы, симптомдары, диагностикасы, себептері және емі. Жатыр мойнының эрозиясы дегеніміз не? Міне көріп отырғандарыңызда мына жатыр мойнының шырышты қабатының бүтіндігінің бұзылуын біз жатыр мойнының эрозиясы дейміз. Оған не алып келуі мүмкін, не себеп болуы мүмкін? Біріншіден, қандай да бір гормоналды өзгеріс болады болса, екіншіден, қандай да бір травмалар болатын болса, сонымен қатар егерде сізде мысалы қандай да бір қоздырғыш жұқтырсаңыз, инфекция болсын, вирус болсын, бактериялар болсын, сонымен қатар қандай да бір жатырға немесе жатыр мойнына жасалып жатқан манипуляциялар, ол мысалға внематочная беременность дейміз, жатырдан тыс жүктілік, замершая беременность дейміз, аборт дейміз, мейлі ол медикаментозный болсын, немесе қыру болсын, тағы осы жасалған манипуляциялар жатыр мойнының шырышты қабатының бүтіндігінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Енді қандай сізде белгілері болуы мүмкін, симптомдары болуы мүмкін? Біріншіден, сіз оны байқамауыңыз мүмкін. Мысалға жылдап оларды байқамауыңыз мүмкін. Ол өйткені сәл ғана зақымданып, ол біртіндеп үлкеюі мүмкін. Тек қана сіз гинекологтың тексеруіне барған кезде ғана, тек қана сіз креслоға жатқан кезде ғана, біз ашып арнайы айнамен көрген кезде ғана сізге айтып бере аламыз. Сонымен қатар сізде уақыт өте келе егерде асқынатын болса, сіз жыныстық қатынасқа түскен кезде сізде ауырсыну болуы мүмкін. Немесе жыныстық қатынас қосылып болғаннан кейін сізде қанды бөлінулер болуы мүмкін. Ішіңіздің төменгі жағы ауырсыну болуы мүмкін. Міне осы симптомдар сізде байқалса, сіз бірден тездетіп уақытты оздырмай гинекологтың тексеруіне баруыңыз керек. Сонымен қатар тағы бір айтып кететін жағдай, біз астыңызды айнамен көрген кезде біз жатыр мойнының қызаруын көруіміз мүмкін. Бірақ бізде жатыр мойнының эрозиясының екі түрі бар. Псевдоэрозия, сонымен қатар шынайы эрозия. Псевдоэрозия деген өзі аты айтып тұрғандай, псевдо деген ол жалған эрозия және шынайы эрозия. Жалған эрозия болатын болса, оның жаңағыдай қатты қорқып, немесе бір тревога қылудың қажеті жоқ. Оны арнайы тампондармен, свечелермен, сонымен қатар иммунитетіңізді көтеру арқылы оны біртіндеп қалпына келтіруге болады. Өйткені ол жаңағыдай многослойный дейміз, көп қабатты эпителий қабатының бұзылуына байланысты. Ал шынайы эрозия дегеніміз сол цилиндрлік қабаттың, жатыр мойнының шырышты қабаттың цилиндрлік бөлігінің зақымдануы. Міне егерде шынайы эрозия болатын болса, онда міндетті түрде емделуіңіз керек. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей, біз оның бірнеше себептері бар дейміз. Міне диагностикасы да бізде осындай себептері міндетті түрде анықтауыңыз керек. Инфекция вирустарға тапсыруыңыз керек, цитологияға анализ тапсыруыңыз керек. Сонымен қатар ең мықты метод диагностики ол сізде кольпоскопия. Кольпоскопия деген ол арнайы лупа тәрізді 16 есе үлкейтілген бізде аппарат, сол жатыр мойнына кіргізеді. Сізде қаншалықты осы эрозиямыз бізде тереңге еніп кеткен, қаншалықты тереңдеп кеткен, қаншалықты жайылып кеткен, сонымен қатар псевдоэрозия ма, жалған эрозия ма, шынайы эрозия ма сізге анықтап береді. Міне соған байланысты ары қарай бізде емі жүреді. Біріншіден жаңа жоғарыда айтып кеткенде себептерін анықтап, қоздырғыштарды, сіздің иммунитетіңізді барлығын анықтап, сол бойынша емдер жүргізіледі. Сонымен қатар жаңағыдай тағы да емнің бір түрі конизация дейміз. Егерде конизация методы, егерде сіздің кольпоскоп аппаратымен түсірген кезде жатыр эрозия төменге, қаншалықты тереңге еніп кеткен, сол тереңдеген бөлігімен бірге сол жерді кесіп алып тастау арқылы сіз осы эрозияны емдеуіңізге болады. Бірақ бұл мейлі конизация болсын, кейбіреулер қазір күйдіру деп жатады. Күйдіру қыздар ол ем емес. Өйткені ол күйдірген кезде мына бетін ғана, зақымданған бөлікті ғана ойып алып күйдіріп тастайды, болды. Ал түбінде қап кететін болса, ол қайтадан шығуы мүмкін. Сол себепті конизация жасатсаңыздар болады. Егерде терең, үлкен болатын болса, жараға айналып кету қаупі болатын болса, ал егерде ол терең емес, сәл бергінде, сонымен қатар сәл ғана көлемі кішкентай, мысалы 10 теңгені, 20 теңгенің көлемінде болатын болса, онда арнайы тампондармен, свечелермен, дәрі-дәрмектермен емдеуге болады. Сонымен қатар қыздар, міндетті түрде сіздерге айтайын деген, жылына бір рет болсын, міндетті түрде гинекологтың тексеруден өтіңіз. Ал егерде сізде сасық иіс, выделение келіп, астыңыздан қосылған кезде қан келіп, ауырсыну болып жүрсе, онда уақыт оздырмай тездетіп гинекологқа тексеруден өтіңіз. Дендеріңіз сау болсын. Қыздар, сонымен қатар сіздерге айтайын дегенім, міндетті түрде менің каналыма подписация тіркеліп қойыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар, өйткені мен жаңа жүктеме жасаған кезде сіздерге напоминание беріп тұрады. Сонымен қатар лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, белсенді болыңыздар. Мен міндетті түрде жауап
беремін. Сонымен қатар менде ютубтан басқа инстаграм, телеграм, сонымен қатар жаңағыдай WhatsApp желісінде де менде бірнеше жаңағыдай жүргізіліп жатады, ақпараттар алсаңыздар болады. Сонымен қатар тиктокта да белсендімін. Міне осы жерлерге де подписация етіп, менің ақпараттармен бөлісіп қабылдап, сонымен қатар танысып отырыңыздар. Менің берер ақпаратымнан құр қалмаңыздар.